Нормально ғой да? Все. Тема емес па? Цвет чуть жай қоясың ба или әдемі болып тұр, құртып аламын да? Құртып аламын да? Жоқ, анау әдемі екен. Ал, қазір көрейік. Ей! Болды, кет. Ана қолым тиіп кетті. По. Давай. Как қосайық, көрейік не отырған. Апчение, печенье, галаба, крюдяне. Кеше әлі қалай түсірді асты? Қалай түсіреді астыға? Айдар? Түспейді ғой, не ағы? Анан басып көш, анай қапат. Уменьшитке ма? Кешегі стрим ол. Кірдік стримдамыз už. Қазір просто в эфире деп тұр ғой, қазір бірақ ашамайдым. Қазір шығады нере. Панқ. Көрдің ба? Басталды ма стримка? Телефоннан көрейікші. Басталды ғой, мен чатты үлкейтіп алайын. Сен жанарым менің, сен жанарым менің, сен жаным менің, сен жанарым менің, жанарым менің, сен жаныма келші, ей. Сәлем, ал бастайық, бәрі кірді ма? Бәріңізге сәлем. Twitch-тағы менің тыңдармандарым, көрермендерім, қалайсыздар? Сіздермен бірге мен Садрадин және де менің достарым. Біз бүгінгі стримда кішігірім сіздермен бірге қызықты қылып уақытты өткізуге барынша тырысамыз. Бүгін менің оң жағымда тұрған менің класстасым Мұхаммед Али деген жігіт. Мына жерде Арслан, мына жерде Айдар артымда отыр. Оны кеше көрдіңіздер. Вот. Поздоровайтесь, ребята. Салем. Это чуть с опозданием, но, короче, все. Вот. Сая қайда дейді. Сая мен бүгін келе алмайды екен. Келе алмағанда қалай, қазір ол сабақ орындайды. Мен босқа ертең сабағынан қалдырып қоямын да. Саямен обязательно бірақ уәде берем, бір демалыс күні эфир болады. Құдай қаласа, мен Сая Али үшеуміз. Құдай қаласа. Blackpink болып тұрсың ғой дейді. Мен наны баяғыда Америкадан сатып алғам. Сол киетін жер таппай жүрген ғой, сол бүгін бірінші рет кидім. Іші де розовый, если что, мынандай. Мақтанғаным емес. Іші де розовый. Кроссовка алдым алдында розовый ше. Давай кішкене общение, печенье жасап жүрейік қазір пока. Потом ән айтып, ән жазамыз. Бүгінгі стримнің бір кішігірім сіздерге процесс көрсетейін да, қалай болады, ән қалай жазылады деген сияқты. Алдында Арсланды алдыңғы стримда көрдіңіздер. Қандай айдай әдемісің. Ол ән пока білмеймін. Айгүл Татентті шақыршы дейді. Давай шақырайын. Айтып көрейін. Шығады ғой ма, папарас етем ғой. Бөлме давай дейді. Бөлмен кеше айтып қойдық қой. Пикми герл болып тұрсың ғой дейді. Биткесің ба? Бір аяғын көтеріп тұрасың да. Қой. Қолымнан ұста деген киноға саундтрек айтыпсың ғой дейді. Саундтрек айтқан жоқпын, бірақ саундтрек жазып бердім, бірақ оны Рамазан айтады өзі. Пикми өзбексің. Если что, это, брат, это ты не
Если что, это Арс узбек, он понимает меня. Нет, это... Нет, нормально говорю. Конечно, Да, конечно. это узбек, я казах. Казах. Вот, если что, он понимает мои мухаббаты, он все. Это... Он понимает прикол, если что деп жатқаным. Әдемі отырып қой. Қаншадан отыр Айдар? Әдемі 570 шығамын. Қатып жатыр ғой ол пока. Садыр как дейді. Жақсы, шүкір, өздеріңіз қалайсыздар? Қатып жатыр. Қойай? Ана тұр жатыр. Өз әркім интернетте бұл жерде қату мүмкін емес. Әдемі отырып қой. Қаншадан отыр Айдар? Мәссаған мынау тема болып тұр ғой. Қатып жатыр ғой ол пока. Садыр как дейді. Тема ғой мынау. Өздеріңіз қалайсыздар? 1000 адам дейді, айттым ғой, қатып жатыр ғой. Сәлем. Ал адамдар көбейсін, кішкене общение, печенье, голова, кружение қылып жүрейік. Құйрықмай кетті дейді. Құйрықмай кетті кеше, еркекше кетті ол. Кәне, мұсырға тастадық қой кеше оны. Құйрықмай кетті ғой сол, еркекше ше. Әдем жеп отырмын. Blackpink болып отырып қой. Сол мен розовый киіп жүремін, айтпақшы. Розовый ұнайды маған, енді розовый. Машинамды да розовый қылам. Сөйтіп жүремін. Арты да күшті, артын көрсетейін ба, андай болып тұрады. Көрініп тұр ма? Енді көрінеді. Анандай әйір деп тұрады да. Бүгін айтпақшы, стримді футболда да қосайық та, я стримді. Кішкене моментами пока. Бір жерге қойып қоямыз, ойнатқан қызық болады. Да, телефон қойып қойған. Камераңа да түсіріп ал, телефонмен кіргізе береміз. Пока телефонды зарядтап қою керек та, онда ше, камераны, свет бәрін ше. Ал, құйрықмай деген видеоң TikTok чарып жатыр ғой дейді, қойшы. Көрмедім мен. Хоппо, құйрықмай кетті. Хоппо. Модтың жаңадан шықайын деп жатқан Don't-қа ұқсайды екен, тыңдадыңыз ба дейді. Жоқ, ондай өлең білмейді екен. Білмейді екенмін. Қандай аккордтар жазғанда өлеңге, қандай аккордтар қолданасыз? Гитарада әдемі аккордтармен ойнайсыз дейді. Мен гитарада қатты ойнай алмаймын, бірақ өзімнің деңгейіме, өзіме ән жазуға жетеді. Ал бірақ мен қатты ойнай алмаймын. Мысалы, Арс ол гитарист адам, ол кәдімгі гитараның адамы, ол жақсы ойнайды. Какие аккорды я использую? Разные. Ол әртүрлі бар. Как можно объяснить простыми словами? Спрашивает. Да. Это, короче, я не могу сказать, но могу показать, короче. Но там есть термины свои. Такой-то, Можно и такой, да. теоретически, а так Да. это все от песни зависит, конечно. Да. Настроение песни. Я, короче, Ходы. Обычные аккорды, да, короче? Обычные, да? Обычные аккорды. Это давай подробнее им объясни. Например, мы можем... Как Давай. это? Песня Досым, да, например? Досым, Помнишь, да. Обычно можно ее сыграть, например, Досым. Негізі мен осылай жазғам. 3 аккордпен, да? 3 аккорда бар. Мен осылай жазғам Да, негізі. Потом он поменял. Жаныма дал досым, ай, біздерді тағдыр қосты. Біреулер ақшаны ойлар, біреулер пайдан ойлар. Ойында арам ой бар. Шынайы ақылдасар, ақылға ақыл қосар. Жаныма жақын достар. Деген сияқты ғой. Сможем, да? Я. Заметить база, ходы. Орыстардың өлеңі сияқты болып тұр, ескі. Алло, Бану, қайдасың деп айтшы дейді. Алло, Бану, қайдасың? Сары мышығым ау. Телефонды айтшы дейді. Давай телефон спайым. Арзан болса Телефон давай спайым. Телефон бас. Сен маған түнде телефон соқта, келістік пе оқ па, әлде нөмірім жоқ па? Хабарлас, ашық саған көңілім, абоненттік нөмірім, нөмір түгіл. Я.
Бірінші куплет қалай айтын еді? Gözlerindeki aşk yüreğime dolar. Çiçekler utanır, bakışınla solar. Aşkım beni yara, sözlerinle sarıl bana. Sen mağan, sen telefon soğukta, geliştik be yok beldin, ömürüm жоқ bay. Тема өлеңі мынау вообще айтпаймын мен ше негізі. Неге? Тема өлең ғой мынау. Врачқа бардың ба дейді Садыржан дейді. Я бардым жаңа врачтан келедім. Так. Телефонның ең басындағы мелодиясы қандай кайф дейді. Қандай ол жерде мелодия? Ол менің даусыммен істелген. Это проигрыш, он сыграл. Gözlerindeki aşk yüreğime dolar. Çiçekler utanır, bakışınla solar. Aşkım beni yarar, sözlerinle sarıl bana. Sen mağan tünde telefon soğukta, geliştik be yok beldin, ömürüm жоқ bay. Хабарлас, ашық саған көңілім, абоненттік нөмірім, өмір төгіл өмірім. Мыңнан артық бір өзі, гүл сыйлар ем гүл өзі, ашық жарқын қабағымен мінезі. Сағынбауға себеп жоқ, өзге сұлу керек жоқ, саған лайық әдебиеттерім жоқ. Aşkım beni yarar, sözlerinle sarıl bana. Sen mağan tünde telefon soğukta, geliştik be yok beldin, ömürüm жоқ bay. Хабарлас, ашық саған көңілім, абоненттік нөмірім, өмір төгіл өмірім. Sen mağan tünde telefon soğukta, geliştik be yok beldin, ömürüm жоқ bay. Хабарлас. Осыған бір ай дайындалдым осы би үшін. Әдемі шықсыншы деп. Бірақ әдемі шыққан ұнайды өзіме. Так. Телефон бітірдік темасын. Давай бір өлең айтып берейік. Қандай ән айтсақ болады? Давай Нури Камалды айтып берейік. Жаңаға. Қандай удобный. Давай. Аспандағы айма дедім, жастық шағым қайда менің, жүрегімді елжір еткен жаным қандай жайдар еді. Нури Камал дейді. Нури Камал, Камалым ай, күндей ашық жанарың ай. Сөзімді өтпей, қолымды өтпей, жаудаңдадың жанарым ай, жанарым. Давай еще раз от начала до конца, просто тып-тыныш жерде дұрыстап айтып берейік. Да? Чтоб без балл. Ну, нормально. Можешь на полтона не... Давай текстін ашам қазір. Кеттік тыныштас. Давай. Аспандағы айма дедім, жастық шағым қайда менің, жүрегімді
елжіреткен жаным қандай жайдар еді. Нури камал, камалым ай, күндей ашық жанарың ай. Қолым жетпей, сөзімді өтпей, жаутаңдадым қабағым ай, қарағым ай. Ойың озық, сөзің тәтті, қандай ана сені тапты. Көңілімді жарасынан сыймай тасып сезім жатты. Нури камал, камалым ай, күндей ашық жанарың ай. Қолым жетмейді, сөзім өтмей, яутаңдадың янарың ай, қарағым ай. Болды? Өтті. Қанша адам отыр? Так, пока кішкене чатты оқып, кішкене жауап берейік. Бар ма телефон сізде? Бар Мен өзім көремін. Қазір ашып көре салыңыз. Ұмытылмас күн дейді ғой. О, 1300 адам. Жоқ, ей. Ойланады ғой, пока ашқандар өйтіп. Бар ма телефон сізде? 1300 адам отыр, давай ұмытылмас күнді айтып береміз, может? Бәрі сұрау. Қандай? Забыл. Сейчас. Бір көрген. Шет жүрсем саң. А, ол басқа өлең ғой. Кеттік. Давай, тана. Танарыз не очень, мне кажется, чуть. Толы жүзіңе. Или нормально, да? Давай чуть спусти. Давай. Күткен арманым сен. Давай. Сөзін ұмытқан жоқпын негізі, бірақ сонда да ашып қойдым. Кеттік. Бастаймыз ба? Қалай ет бас? Бір көрген. Кеттік. Бір көргеннен ғашық болдым өзіңе. Еркелеген балдай тәтті сөзіңе. Қылығыңмен баурап алдың жанымды. Қарай бердім нұрға толы жүзіңе. Пай-пай шіркін, ұмытылмас күн. Пай-пай шіркін, ұмытылмас күн. Аңсап күткен арманым сен, алаулаған таңдарым сен. Алағандай алайтын, аңсарымда ардағым сен. Аңсарымда ардағым сен. Все? Табылмас өзгерен жүрек қалауы, болсын да сен сағын. Енді жаққан, енді сөнбейді жалын. Мен саған шын бақыт тілеп қаламын, ашылсын деп бағым. Арайлап атсын таңың, тек ұмытпашы жаным. Саған ғашық бір адам барын.
Саған ғашық бір адам барын. Давай, тағы не бар? Саган ашык, да? Песня. Да. Я на 4 курсе пел. Я. Помнишь, играл я там? Да. Деп бағым енді сөнбейді. Мен саған жұмбағы тілеп қаламын, ашылсын деп бағым. Арайлап атсын таңын, тек ұмытпашы жаным. Саған ғашық бір адам барын. Саған ғашық бір адам барын. Эдитқа движение жасап жүрсең дейді. Таң, таң, touch my eye, arigato, touch my eye. Сая үйде. Давайте, мен, короче, мынандай ән жаздым. Давай, ойнап берейін. Мынандай бір ән жаздым. Бірақ болғанда, ол ән ана жайлы. Менде ана жайлы ән бар. Сонда да бірақ бұл әнді орыс қазақ тілінде араластырып жазсам ба деген ой бар. Қалай ойлайсыздар? Айтып берейін де. Мама, мой родной цветок. Забыл, еще раз. Мама, мой родной цветок. Моя опора, мой стол. Ақ сүт бердің, тәрәрәрәрәрәрәрәй. Қолдарыңнан айналайын жанына. Самайыңнан айналайын жанына. Куплет, мне кажется, тоже можно. Ты давай вот эту, я же говорю, ты вот такие гармонии. Да. Давай ее сюда. Моя опора, мой стол. Ақ сүт бердің, тәрәрәрәрәрәрәй. Қабағыңнан айналайын жанына. Қарағыңнан айналайын жанына. Давай. Давай, куплеты давай. Как примерно начать? Нет, ты же начал когда? Вот, начало стрима. Я помню. Ты же пел про маму другую песню. Я же тебе говорил так. Или про маму, или про дочь. Вот такие, да. Давай жазып көрейік. Көрейік. А университет? Вот, закончили, давай. Нет, надо что-то другое надо. Давай. Давайте университет мен түсініп алайын кішкене. Здесь можно. Вот здесь надо, да? Не сразу. Моя опора, мой стол. Ақ сүт бердің, тәрәрәрәрәрәрәй.
самайыңнан айналайын жанана. Давай куплет доделаем хотя бы первый. Өзің мөлдір хабар күттім өзіңдендір махаббатым қайдасың қайда. Надо по идее вот так, по идее. Осы әнді қалай ойлайсыздар, жазып шығарсам? Музыкально так красиво петь, обыграть, да? Моя опора, мой стол, ақ сүт бердің қабағыңнан айналайын жанана, самайыңнан айналайын жанана. Куплет. Сейчас попрошу. Осыған кету керек екен. Моя опора, мой стол, самайыңнан айналайын жанана, қолдарыңнан айналайын жан. Ақ сүт бердің өмір сыйлап маған сен десеңші дейді. На сен бұл керек та, одан кейін ұйқасыта тұр. Мен қабағыңнан айналайын жанана болып тұр ғой, мен ақ сүт бердің қабағыңнан айналайын жанана деп айту керек болып тұр да. Потом жазатын сияқтымыз оны. Так, не сұрақтар бар, давай. Сұрақ қойыңыздар кішкене, әңгіме айтайық. Қаншада бастадық стримді? 8-де бастадым, мен жарты сағат болыпты. Ән тыңдайық, не әндер бар еді өзі? Опора, мой стол, самайыңнан айналайын жанана, айналайын жанана. Сен не өлең істедің дедің? Кеше сен де Қана, жер тыңдайық. дауыс шығу. Пофиг, тыңдайық та, аран жүргіз. Ән қандай еді, айтып бересің да. Айырып жіберейін ба дауыс? Ойламадың ба? Дейді? Мен берген гүл солдым ба? Мен берген гүл солдым ба?
дейді короче. Қақта барып келің. Бұл пирстас шығады. Так. Қандай деп аты қалай? Аты да. Adını oku. Kupletin esine var. Айтып көрсетесіз. Тема. Давай, bunu жазып көрейік та, давай. Сөзі полный дайын ба? Жоқ сөз жоқ. Несі куплеті бірақ та осында. Қандай ше. Жүде? Есіңде жоқ па не? Жоқ, есімде. Әдемі екен, ұнап қалды маған. Әдемі? Бара өзгеріп кетіпсің уақыттың жаным арасыңдачы жаным арасыңдачы әттәрінде бір мұң айтшы азықпа демай арамызға бір түн түсірді сабамызға Әлде дос болып қаламыз ба әлде қайда аламыз. жазасың ба? Ал онда самолеттерді қосайық онда. Дайынсың ба? Бисмилля деп қосайық. Жазырмай дарынбай арамызда ей дарынның қаламызда 15-ші қабат алдадың. Ей, мынау неғып істемей қойдыр? Істеді ғой енді? Істеді ма? Көрейін ба наяқтан? Ей. Карта қуып жатыр, науда қуып жатыр. Бәрін бірге қосып болмайды сияқты. Істеп тұр ма? 15-ші қабаттан алдадың. Давай-ка көрейік. Қуанттың енді бір мұң айтшы. Так, жазып тастайық онда осында. 10 минут шығар әрекет. 15-ші қабатта алдадың. Ре минор 120 дейді. 120-да тұр. Алдадың. 15-ші қабатта алдадың. Қуанттың енді бір мұң айтшы. Жазырма ұлғалай. Мынау не кубейсті ашпайды. Походу ше досты. Былай шығады да, мына жақта шықпайды ше. Стрим ашып тұрғаннан кейін ойды. Жақсы.
мынау бірақ жаза алмайды екен біздің аяқта. қойшы. Қатып кетті ғой что-то мынау. Шықпай қалды ғой, ол не шықпайды. Алдындағы да болып қалды. Жоқ, алдындағыдай емес, мынау стримнан ғой деймін. Дауысын өзі ести алмайтын да мен. Апора мой стоп. Давай, ответ, вопрос дейді. Давайте сұрақ қойсаңыздар, жауап берем. Донтқа шығады. Донт бұйырса шығады, құдай қаласа. Вот сол донт демекші. Мен түсіріп дайындап қойдым материалдарды. Қатты бірақ. Так. Оралға концерт бұйырса, я қоямыз. Концертке құдай қаласа барамыз. Так, сұрақтар. Don't be ба дейді. Don't, я алдында концертте айттым ғой. Влог шығар дейді, я влог түсіріліп қойды, негіз көп материал бар. Көп материал, көп, бірақ соны күшті қылып шығару керек. Ант дейді. Футболға қазір барамыз, бұйырса алып келдің бе заттарың бәрін? Полный. Футболка. Сол футболға барғанда стримға кірейін ба, кірмей ақ қойын ба? Қалай ойлайсыздар? Досым мен 5 минут жүгіремін де дальше камера ұстап жүре беруге боламын деген. Қойш. 5 минутта жарамаймын. Стримға кірейін ба? Футболда жүргенде или кірмей ақ қойын ба? Айтсаңызшы. Қанша адам отыр? Көрейші. Менкіне көріле ма? Мен көремін. Девушка из другой страны норм или стрём? Конечно, норм. Сейчас 21 век, можно полететь. Тема. Бәріңізге сәлем, жаңадан қосылған адамдар болса. Бәріңізге сәлем жолдаймын. Кірме дейді. Өр-өрме дегендей болып тұр ғой, типа. Өр-өрме деп тұр ғой. Ақсы түрі төзің мөлдер. Русский плиз дейді. Хорошо, без проблем. Черный худи. Продается дейді. Продается X5. Прожектор, инжектор, Bluetooth. Конечно, продается. Если кто-то не знает, у меня есть официальный сайт свой. Там можно заказать мой мерч. sadradinteam.com. Так и называется. Я сейчас сюда вам не могу показать, вывести. Или я могу сейчас минутку подождать. Надо чуть разобраться. Чуть разберусь. Чуть подождите. Захват Маковский қой бізге да, брат. Тот? Бой. Не подой. Пока экран могу показать только. Лицо не могу. Вот. Көрші стримда көрініп тұр ма? Экран көрініп тұр ма? Вот видите, вот. Только экран видите, да вы? Кірдің ба? Не көрініп тұр беш? Экран емес, өзі көрініп тұр. Өзіміз көрініп тұрып па? Мен де нақтан көрсем болады екен болса. Төпет етіп отырмын. Не бүйтіп отыр екен, бүйтесің ғой бұны. Енді экран көрінеді, брат, қарсы. Қара. Донтты көрсетесің бары?
Қазір көрінді ма экран? Ага. Енді көрінді қарасай. Қазір. Көріп тұрсыздар ма? Енді көрінді ғой. Иә. Вот. Иә. Вот у меня есть свой сайт. Вот Содрадин деген. Содрадин, короче, Тим. Содрадин Тим деген сайтқа кіресіздер. Вот, заходите, это мой официальный сайт. Вот здесь пока не обновили. Вот, если вот ближайшие концерты, мои сольники, вот сюда все. Вот концерты, можете билеты купить отсюда. И все. Здесь самый последний концерт в мае был. Редбуловский концерт. Вот здесь музыка, магазин. Вот выбирайте магазин. И Содрадин мерч деп шығады. Вот футболка, худи, вот шоппер, вот стикер-пак, постер, автограф пен фотокарточкалар бар. Бұның барлығын тапсырыс бересіздер. Вот как оформить заказ? Давай я попробую. Добавить в корзину деп көрейік, давай. Хорошо. Оплатить банковской картой дейсіз. Хорошо. Имя. Менің атым кім? Садыр. Да? Условно, да? Пәленше. Жаза бересіздер, ғой. Телефон номер жазасыздар. Дан. Email. Это чтобы вы получали уведомление. Email жазасыздар. Город. Шымкент, да, допустим. Шымкент, мүмкін. Улица. Рускулова, да, типа. Рускулова жазасыздар. Дан. Жазғаннан кейін міне бесплатная доставка по Алматы и всему Казахстану. Видите? Бізде бесплатная доставка ма не? Бізде бесплатная доставка екен ғой. Короче, Қазақстан бойынша тегін екен ғой бізде доставка, енді білгенсің ғой. Алматы бойынша және Қазақстан бойынша тегін дейді. Доставка Алматы бойынша 1 апта, ал ана жаққа көбірек кетеді, кішкене деп тұр. Міне, в течение 2-3 недель после оформления заказа. Вот, оплатить банковской картой. Пожалуйста, заполните все обязательные поля. Минимальный заказ 5000 екен ғой бұл жақта. Короче, бір стикер пак қана бере алмайды екенсіздер. 200 сат беріп жіберулеріңізге болады. Мен өзім кәдім қайқа кеттім нерде? Айдар. Қайқа кеттім, өзім таппай қалдым ғана шығарым деп. Жоқ, екіншісіне. Жоқ, наяқта қайқа кетті ол. Нерде, артығын бәрін өшіріп тастайын да, я? Солар ғой мешет етіп отқан бізге, да? Ең бірінші не тұр сенде? Қазір 1 минут жігіттер қыздар қосам ғой. Мынаны істейсің ғой, ең бірінші тұр. Артық заттар шығып кетті. Не болмай сөзді. Қайқа кетті. Міне шықты ғой. Қайқа кетті ол бірақ. Айтыңдар шық, нәерде қайқа кетті ол. Мен түреген отқылып қапты оны ерге. Сен мәңгі мен сәнге сезімге апарадың. Мұхаббатым қанадым болса өзіңе ет аладың. Шықты ма? Üzlerin senin arayla Ümit ben aralayma Özünü Bugün mağabadamda Namen Balgızda kabalayma Көзім сенім сыларын білмейм
Жаным саламды білмеймін. Байлай берем айға қарап, жанарыңды айдан көріп, іздеймін мен айға қарап. Сені сезімдерім саған ашық, түнім менің бала ғашық, кездессек дала ғашық, бала ғашық. Дарарара-папарара, парарара-папарара. Сезімдерім саған ашық, түнім менің бала ғашық, кездессек дала ғашық, бала ғашық. Не дейді? Инста запрос оқисыз ба дейді. Кейде оқимын, я. Оқитын кездерім бар. Кеттің неге? Ал сұрақ қойыңыздар, сұрақтар оқиық. Кішкене сонымен стримнің соңына да келіп қалдық. Кешегі видеом бәрі мұңайтып жүрген сияқты. Соны ойлап мен де настроем түсіп кетті. Может, бекер айттым ба деп. Сіздерге айтарым тек өздеріңіздің ішкі жүректеріңізді тыңдаңыздар. Жүректеріңіз қалай сіздерге өз айтады, солай жазасаңыздар, мне кажется, күшті болады. Адамдар, жаман адамдар, короче, мен көп сөйлеспей ақ қойыңыздар. Өйткені ол сіздің ары қарай болашағыңызға әсер етеді екен. Черный худи неге жоқ дейді. А че, таусылып қалған ба? Таусылып қалған ғой онда. Продюсер болуға қалай қарайсың дейді. Өте жақсы сұрақ. Өте жақсы сұрақ. Мен бұл сұрақ бойынша ойланғанмын, бірақ маған қазір Садрадинге көбірек жұмыс істеген абзалырақ. Себебі біреумен жұмыс істеу оңай емес, өйткені қанша жерден сенің досың болса да, жақының болса да, әр адамның мінезі әртүрлі. Ертең ол адам ақша құю керек болады, дұрыс па? Ол жер ақша жүрген жер, ол жер қиын. Отношение құтылып кетеді. Ал маған қазір өз-өзіме Садрадинге фокус қойып, наоборот, Садрадиннің дамуына үлес қосуым керек. Көбірек. Жиырма екінші март концерт бар ена дейді. Жоқ, ол ескі афиша ғой. Концерт болса айтамын. Футбол қалып кетші бізді дейді. Давай. Айтайын, мен ойлаймын. Ойлаймын жүрегіме ғана. Драма, кейде мелодрама. Шын ғашықтар неліктен қосылмайды екен. Түсінгенім махаббат осындай ма? Бөлме әнінің клипіне өзіңіз түсесіз бе? Режиссер болам деп едіңіз ғой. Я режиссер болып өзім түсем. Өзімнің әнім болғаннан кейін. Өзім екі жаққа да үлгеру керекпін ғой. Өзім сценаларын түсіріп келіп, қайттан плейбек көріп деген сияқты. Солай. Шын ғашықтар қосыла ма дейді. Қосылады шығар, может қосылмайды. Өзім ондай нәрсені көрген жоқпын әлі.
Sen Türkçe söyleysin be дейді. Türkçe gapirarım. Söylerim. Türkçe söyleyeyim. Так. Қандай сұрақтар мен үлгере алмайтын тез ауысып жатыр да. Қыз бен жігіттің арасын достық бола ма дейді. Болады. Неге болмасқа? Менің ойымша болады. Фандар аккаунтына кіріп оценить етсін дейді. Фандардың аккаунтына мен бірақ оны ноутбукпен істей алмаймын. Мен жасай аламын тек телефонмен. Бірақ телефонмен кіріп сіздерге көрмейді. Және екіншіден оценить еткен бәрін күшті мен үшін. Себебі ол адам уақытын бөліп қаншама жасады ғой. Қаншама біреуге аккаунт ашты. Мен алдыңғы стримде айтқам, ол үлкен махаббат қой. Сол махаббаттарыңыз үшін мен де сол махаббатқа лайық болып жүруім керек. Раушан, привет деш. Раушан, сәлем. Үлгере алмай тез ауысып отыр. Фандардың бір талайына тіркелгенсіз ғой. Иә. Қазір мен алдымнан TikTok'тан қандай фан аккаунт шығады мен жайлы. Мен бәріне тіркелемін. Солай. Садырадин, болашақ жарың әнші болса қалай қарайсың? Неге болмасқа? Болсын. Күшті ғой? 80 болмай тұр ғой дейді. Парижге қашан барасың дейді. Парижге бұйырса баруым керек. Мен айттым ба не Парижге барамын деп. Қаяқтан біліп қойдым. Біліп қойды ма? Алдында гей көкіңіз айттым. Бару керекпін бұйырса. Негізі осы айда баруым керек еді ғой, бірақ план өзгеріп отыр. Бүркіт пен Айша сияқты жүресіңдер дейді. Иә. Так. Садыр шүкір қашан шығады дейді. Шүкір. Құдай қаласа шығады. Мен бір нәрсе ақылдасып жіберейін, бірақ бір мынандай нәрсе зат бар. Менде қазір шамамен 50-ді енді почти 70%-ға дайын болып тұрған 6 ән бар. 6 ән негізі планда. Сол әндерді мен әрқайсысын жеке-жеке сингл қылып шығарайын ба, әлде общий бір альбом қылып шығарайын ба деген ойым бар. Егер альбом қылып шығарсам, кішкене ұзағырақ күту керек болады сияқты сіздерге. Ал бірақ по одному шығарсам, алдыңғы жылғыдай жекелеп, уже шығара беруге болады. Жеке-жеке шығар дейді, хорошо. Давайте. Күшті болып тұр ғой, ені качествосы, я? Жеке-жеке шығар дейді, хорошо. Давайте. Сольный концерт жасайсыз ба дейді, я? Жасайым. Құдай қаласа. Мен энергиям кетіп қалды кішкене. Қатты сөйлеймін деп. Уже стримнің соңына да келіп отырмыз. Стрим көп уақыт алады. Мысалы, фокус сенде тұрған кезде, қаншама адам қарап тұрған кезде, өз-өзің салып сөйлеу керексің, бәріне көңіл бөлу керексің деген сияқты. Стрим уақыт алады, энергияны алады. Бірақ кешегі мен айтқан стрим соңындағы сөзім көп TikTok'қа нарезка қылып салған екенсіздер. Сол ойлап қалдым. Жыладық деп жазып жатыр да адамдар. Неге жылайсыздар? Жыламаңыздар. Бәрі күшті ғой. Шүкір Аллаға. Şükür Allah'a bәріне. На-на-на, крепкого вина. На востоке, на востоке.
востоке, на востоке. Что за жизнь без чайханы? Жизнь без чайханы. Кездесуге шықшы келем саған түнде мен, келісуге шыққа келем саған күлменен. Таңғы сағат 1-де, таңғы сағат күлменен, таңғы сағат 1-де айтылмаған бірдеңем. Садыр мобилограф керек па дейді. Қазір негізі болады, иә, контент істеуге. Розовый мерч шығаршы дейді. Иә, сіз біліп қойдыңыз, өте біліп қойдыңыз. Келесі мерчім розовый болады бұйырса. Только розовый, типа футболка розовый, худи розовый. Типа розовый мен түсім болады, короче. Ұнақ болды маған розовый. Бану қайтасың? Не дейді? Біз сені қолдаймыз дейді, уайымдама дейді. Рахмет. Сіздердің осындай сөздеріңіз бізге көп қолдау бересіздер, осындай сөздеріңізбен. Көп рахмет. Кепканы қайдан алдым дейді. Кепканы аэропорттан сатып алғам. Осы Алматының аэропортынан алдым. Турцияға баратқан кезде алғам. Ташкентте концерт беруге бола ма дейді. Да, в будущем болады, баруға болашақта. Біз шақырып атқан негізі көп. Бірақ мен өзім асықпай кішкене ұзақ істеймін да. Ұзақпын да өзім өйткені. Ұзақ деп қойғысы келген да, батя. Ұзақбай деп ше. Типа, қырықбай деген. Ұзақпын да любой тірлікте. Сосын любой нәрсені ойланып істеймін да. Асықпай. Көріп отырып жауап бермей норм елестірем дейді. Көріп отырып жауап бермей істірем. Бірақ мен мынау тез ауысады да, мынау чат екен. Көп адам жазған кезде мен үлгермеймін оқып. Махаббатын айтпақшы, демос. Сол, иә, демос. Өзі кетіп жатқанша. Сон көрдім мен де. Суымады сезім себебі, сүйедегім сені басқалай депті кезінде. Наливай жайғанчик чаю, вместо крепкого вина, вина, вина. Давай. Наливай чайханчик чаю, вместо крепкого вина. На востоке, на востоке. На востоке, на востоке. Что за жизнь без чайханы, без чайханы. Давай сен бір өлең айтып берсең, мен демала тұрайын. Сен ғой қалай сағындым өзіңді, сен ғой қалай іздедім. Жүректе жазылды тариға есімі, күндер өрбеткен махаббат. Менің көргенде көз тоймай қарады. Арада қалдан ақ көңіл, Ақ ниет. Aydanmay varamın.
Сонымен бүгін стримнің соңына да келіп жеттік. Бүгінгі менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Барлық нарезкаларыңызды көремін. Бәрін қолдауға тырысам, бәріне подписаться етуге. Мен бүгін таңертең шеде ұйықтадым. 5-те ұйықтадым, сағат 1-де тұрдым ұйқыдан. Сәл ұйқым қанбағанның себебі ма, кішкене бүйтіп былжырап отырмындай. Шаршап қалдым. Репостты ұмытпа дейді, әрине. Махаббатым демо версиясын телеграмға салғышы дейді. Хорошо, мен тапсам міндетті түрде салам. Давай қазір іздеп көрейін соны, а то мен ұмытып кетем. Қазір іздеп, қазір салам. Все. Давай қазір ол үшін бізге кіру керек. Избранныйға кіріп іздейміз. Қазір мынау демо дейді. Мынау қандай демо? Вот, это Арслан сигнал. Суретте. Төрт қабырға сөйлестік бәрі, хаттар жазым жүрегіңе жетер, бірақ сөздерімді ойларымда мүлде қате. Маған да осыны айтыңыз. Махаббатты біздің баурамадай, бағаламай қалдым бағаламай, енді қайта төре сұлдың бәрі бекер. Сенен кейін өмір басқалай, басқа жанды көңіл қоштамай. Демо, бірақ новый сөзіне. Бұдан да ескісін тауып берейін ба? Ұнату мен сүю басқалай дейтін ше. Жақсы сөз ғой. Сүю басқалай. Мынау вот самый первый. Здесь слова вот ничего. Да? Сейчас тыңдап көрейік. Суреттерің жаным біздің бәрі. Осы керек па? Осында ұнайсыздар ма? Осылай шыққан сразу. Сенен кейін өмір басқалай, ұнату мен сүю басқалай, шын сүйетін сүйген адамны, ғана деген өмір қоштамай. Махаббатым, Теманы бар, енді бір деңіз бар, сен мені, мен сені сезімге апаратым. Махаббатым, сен мені, мен сені сезімге апаратым. Қандай реуі бар еді оғын, қандай еді? Бір-біріміз шын сүйеміз. Сені мені жаным өмір көп келетті. Жаным қайда кетті, қайда кетті. Анау бір тексті бар еді, білесің ба? Уақыт өте кете бара. Уақыт өте кете бара. Суып бара жатыр біздің ара. Енді саған жазым тағы соңғы хабарлама. Аэропорттар күнде басқа қала. Мен Алматы, ал сен Астанада. Жаңа парақ, енді жаңа өмір басталама. Деген куплеті бар еді. Міне мынау. Осы ғой тиктокта жүрген. Кім салды жүрген білмеймін бірақ. Осы ғой. Суымады сезім себебі, сүйеді кім сені. Осын салайын ба, телеграмға? Махаббатым, сен мені, мен сені сезімге апаратым. Махаббатым, қанатым болса ғой қайтадан жете алатын. Не айтылып жатыр екен? Мақта ештеңе жоқ.
порттар күнде басқа қала, мен Алматы ал сен Астанада, жаңа қарағайында жаңа өмір басталама. Сенен кейін өмір басқалар, махаббатым Микрофон тесік жазып тұр ғой. қанатым болса ғой қайтадан жете алатын. Давай салайын осын мен телеграмма. Донтты тыңдайықшы дейді. Донт кеше қостым ғой. Ал стримнің соңына бір демо салып жібердік. Енді смело футболға бара беруге болады. Ал бәріңізге көп рахмет. Мені қолдайтын жандарға әр стримнің соңында уже традиция болып кетті. Сіздерге көп рахмет. Сіздердің қолдауларыңызға, осындай сөздеріңізге, әр жазып жатқан. Сіздер мені шабыттандырасыздар шыны керек. Өйткені осындай адамдар саған күтіп отқан кезде ойланасың да, жауапкершілік сезінесің де. Подвайт етпеймін. Бүгін маған күшті сөз оқып қалдым. Кешегі сөйлеп отқан видеома жазып қойыпты да. Мен комментарий жазған едім. Репост істеген ғой. Кешегі видеома жазған ғой мен. Сөйлеп отқан. Маған жазып жіберіпті TikTok'та. Садыр Дример деген аккаунт. Көріп отсаң егерде осы стрим. Сәлем саған. И мен бұл сөзді сіздердің барлықтарыңыздың айтатындарыңызды білем, бірақ осы қыз салыпты. Сосын оқып берсем. Қазақтың 5000 жігіті шығып бір 5000 ауылды көркейтіп жүрсе де. Міне. Маған жазыпты. Сен біреудің ғана емес, сен өнерге тиесілі жансың. Бұл жол кейде үнсіз, кейде ауыр көрінуі мүмкін. Бірақ сен оны жалғыз жүріп жатқан жоқсың. Сені алыстан сезіп, шын ниетімен қолдайтын адамдар бар. Сенің әрбір сөзің, дауысың, өнерің бізге жетеді. Бізді шабыттандырады. Сондықтан қандай күйде болсаң да біл, сен бағаланасың. Саған сенетіндер бар, және сенің өнерің ешқашан босқа кетпейді дейді. Мен мына сөзді Құдай ақ айтайын, оқып көзіме жас келді. Мен не деген бақытты адаммын дедім. Мына өшіп қалды ғой, қызық жеріне келген кезде өшіп қалады да бұл жай. Қосылшы, айналайын. Подвайт етпеші. Извиняй, вот этот. Сейчас, подождите. Я сначала прочитаю вам свой стих деп қоясың ғой. Брат, или нең өшіп қалды ма? Яқып кетіп қалды мынау. Айдар. Тимей жатыр мынау ше. Я. Айжемең анау түбі кетті или мен жақ кетті ғой. Сындырып тастаймын мен қазір ше. Баяғыда бұндай болмаушы еді, неғып бүйтіп кеткен. Жаны өшіп жатыр ғой. Қосылып тұр ма? Хан көрші енді шыға ма? Хан сен тиіспе? Ей! Короче. Бітті ау я осымен. Әдемі оқып жатыр едім ғой. Блин. Күнде бірдеңе қирату ғой біздің мақсат ше. Вообще құрту керек мына екеуінде ше. Ұнамайды ма? Екеуі де ұнамайды. Ал осымен осылай қоштасуға тура келіп тұр сіздермен. Ал тағы да бір рет сөзімді айта салайыншы. Даусым естіліп тұрса. Осы сөзді естіп, кәдімгі көзіме жас келді. Міне мынау не деген күшті сөз дейді. Бұл жол кейде үнсіз дейді. Міне кейде ауыр көрінуі мүмкін дейді. Бірақ сен оны жалғыз жүріп жатқан жоқсың дейді. Сені алыстан сезіп, шын ниетімен қолдайтын адамдар бар. Сенің әр сөзің, дауысың, өнерің бізге жетеді.
бізді шабыттандырады. Сондықтан қандай күйде болсаң да біл, бағаланасың, саған сенетіндер бар және сенің өнерің ешқашан босқа кетпейді дейді. Көп рахмет сіздерге. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Сіздермен бірге болған Садрадин және де Сыбыфандар, мен сіздерді жақсы көремін. Пока.